Барлығыңызға сәлем достар. Біз бүгін осындай керемет салқын окрошка дайындайтын боламыз. Окрошкамыздың дәмі өте күшті болып шығады, қыздар. Қазіргі таңда жазға арналған нағыз керемет суптардың бірі. Ең алдымен бізге қажетті заттар: картоп, қызанақ, қияр, редиска, жұмыртқа, айран, колбаса және де зелень. Ең бірінші осылай огурцымызды алып, кішкентай бөліктерге бөліп, кубиктап турап алатын боламыз, қыздар. Қыздар, мен нақты ингредиенттердің мөлшерін описанияға жазып қоятын боламын. Сол жақта түсіндіріп, описанияға кіріп көрсеңіздер болады. Егер де менің каналым сіздерге ұнап жатырса, лайк басып, подписка жасап қойсаңыздар, қуанышты боламын. Осылай барлығын турап болғаннан кейін, бір ыдысымызға жайлап, әдемілеп салып қоямыз. Келесі кезекте бізде редиска. Редисканы да өзіңізге ыңғайлы етіп, кішірек қылып, кубиктап турап алатын боламыз, қыздар. Барлығын осылай турап болғаннан кейін, ыдысымызға салып қоямыз. Ендігі кезекте бізде колбаса. Колбасаны да кубиктап турап дайындап аламыз. Мен бұл жерде вареный колбасаны қолдандым. Колбасамызды турап болғаннан кейін, тарелкамызға салып, бір шетке алып қаламыз. Келесі кезекте бізде картоп. Біз картопты алдын ала қайнатып, дайындап алатын боламыз, қыздар. Кейіннен дайын болған картопымызды осылай кубиктап, әдемілеп турап аламыз. Туралған картопымызды бір тарелкаға салып, бір шетке алып қоямыз. Енді біз қайнатылған жұмыртқаларымызды алып, өздеріңізге ыңғайлы етіп, кішірек етіп турасаңыздар болады. Жұмыртқамызды турап болғаннан кейін, ыдысымызға салып, қойып қоямыз. Келесі бізде қызанақ.
Қызанағымызды алып осылай екі бөлікке бөліп, оның жаман жерлерін алып тастаймыз. Кейіннен қызанақты тоже кубиктап турайтын боламыз. Туралған қызанақтарымызды бір ыдысымызға салып, бөлек алып қоямыз. Келесі кезекте бізде зелень. Мен бұл жерде көк пиязды қолдандым. Алдын ала жуып дайындап қойдым. Сіздер өздеріңізді қалауларыңызша укроп не болмаса петрушка қоссаңыз болады. Көк пиязымызды алып, осылай майда-майда бөліктерге бөліп шығатын боламыз, қыздар. Біз енді барлық ингредиенттерді турап алдық. Енді бір үлкен ыдысымызға алып, солардың барлығын шетінен отырып салып шығатын боламыз, қыздар. Барлық ингредиентті салып болғаннан кейін өзіңіз қалауыңызша тұз қосыңыз. Мен жарты чайная ложка тұз қостым. Келесі кезекте енді айран қосамыз. Мен бұл жерде 600 мл айран қостым. Менде домашний айран, сіздер кез келген айран қоса беріңіздер. Және де одан кейін самый простой осындай сарыағашты газированный сусынды, яғни үстіне қосатын боламыз. Күшті oldu. Мен бұл жерде айран кішкене аз болғандықтан тағы да 400 мл айран қостым. Осымен біздің өте дәмді окрошкамыз дайын болды. Аз болсын.